Саламатсыңдар ма, балалар? Қайырлы күн. Бүгін біз 4-ші сынып музыка 27-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы байқоңыр деп аталады. Төмендегі слайдқа көңіл бөлейік. Төртінші сынып, номері 27-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы байқоңыр. Мақсаты: оқушыға ғарыш әлемі туралы түсінік бере отырып, Юрий Гагарин және қазақ ғарышкерлері жайлы айту. Оқушыларға ғарышкерлер өмірінен мағлұмат бере отырып, ойын дамыту. Ғарышкерлердің еңбегін, батылдық ісін мәңгі еске сақтап, мақтан тұтуын тәрбиелеу. Бірінші тапсырма: ой толғау. Ертеде Қорқыт бабамыз желмаясына мініп, мәңгілік жасайтын жерді іздейді. Қанша шарласа да байқоңырдай жер таппайды. Сыр өңірін мұқият зерттеген ғалымдар байқоңырда жердің тартылыс күші аз. Себебі экваторға жақын ғарышқа ұшуға ең қолайлы жер деп шешкен. Экватор латын тілінде теңестіргіш деген мағынаны береді. Жер ғаламшарының қақ ортасынан өтетін шартты сызық экватор сызығы деп аталады. Музыка таңдау. А. Алмағамбетов. Байқоңыр. Ғарыш, араб, кеңістік, космос ғалымның астрономиялық анықтамасының синонимі. Кейде ғарыш ұғымына жер және оның атмосферасы енбей қалады. Ғарыш жер төңірегіндегі кеңістікті қамтитын жақын ғарыш және жұлдыздар мен галактикалар, тағы басқа кеңістігін қамтитын алыс ғарыш болып ажыратылады. Төртінші тапсырма: ән орындау, үйрену. Байқоңыр. Әні А. Алмағамбетов.
Балалар, енді Алмағамбетовтың Байқоңыр күйін тыңдайық. Байқоңыр әнін орындайық. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Қазақтың байтақ даласы, кімнің бар оған баласы, әлемге даңқы тараған Байқоңырыма қарашы, атын біліп арналам. Арнадың Байқоңыр жердің кіндігі, аспан мен жерді жалғаған егемен елміз бұл күні, қырандай көкте самғаған. Тәуелсіз елім батмаған, қуанып шалқып шаттанам. Тоқтар мен талғат айдындай, ғарышкерлермен мақтанам. Атыммен бар қалам, айтамын саған арнамын. Байқоңыр жердің кіндігі, аспан мен жерді жалғаған егемен елміз бұл күні, қырандай көкте самғаған. Егемен елміз бұл күні, қырандай көкте самғаған. Балалар, Байқоңыр әнін тыңдап болсаңыздар, слайдқа көшейік. Бесінші тапсырма. Зерттеу. Қазақтың ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов жөнінде ақпарат жинап, хабарлама жасаңдар. Оқушылар, 5-ші тапсырма сіздерге үй жұмысы болады. Юрий Гагарин адамзат баласындағы тұңғыш ғарышкер. 1961 жылы 12 сәуірде Юрий Гагарин Восток кемесімен ғарышқа ұшты. Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Рефлексия. Бүгін мен білдім, мен үйрендім, қиындық тудырды, қолымнан келді. Сөздері жалғастырып, өздеріңіз рефлексия жасаңыздар. Балалар, қазақ ғарышкерлерінің суретіне мұқият назар аударып, оларды жаттап алыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.